Сәлем достар. Бүгін химияда ең маңызды шпаргалка болып табылатын, яғни Менделеевтің периодтық кестесін қарапайым тілде түсіндіріп беретін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қара. Бұл периодтық кестенің негізін қалаушы Дмитрий Иванович Менделеев болып табылады. Ол периодтық кестеде элементтің қай жерде орналасқандығы туралы нақты білуге болады. Олай болса кеттік, қарастырамыз. Бұл жерде бәрі қарапайым, яғни периодтар қай жерде орналасқандығы туралы, қатарлар, топтар қай жерде орналасқандығы туралы, элементтер, олардың реттік нөмірі, салыстырмалы атомдық массасын қарастырамыз. Яғни мына жерде период деген жазылып тұрған жерде бізде периодтар орналасқан. Бізде периодтардың саны жетеу болады. Яғни мынау бірінші период, екінші период, үшінші период, төртінші период, бесінші период, алтыншы период және де жетінші периодте. Енді мына жерде қатарлар орналасқан. Бұл жерде бізде 10 қатар бар. 10 қатар бар. Енді үстіңгі жақ бетінде орналасқан жер бізде элементтің топтары болып табылады. Ол жерде бізде 8 топтан тұрады. Яғни топтардың өзі А топшасы, Б топшасы деп бөлінеді. Сонымен қатар периодтар бізде кіші және үлкен деп бөлінеді. Кіші периодтарға бірінші, екінші, үшінші периодтар жатқызылса, үлкен периодтарға 4, 5, 6, 7 периодтар жатқызылады. Енді осы элементтерде үстіңгі жақ бетінде бір саны бізде реттік нөмірін, астыңғы жақ беттегі бізде сутектікі салыстырмалы атомдық массасын көрсетеді. Таңбасы бізде H болып табылады. Сутек атомы бұл бізде. Енді бұл жерде бірінші жерде орналасқандардың бәрі бізде сілтілік металдар болып табылады. Екінші топта орналасқандар бізде сілтілік жер металдар болып табылады. Яғни бізде сілтілік металдардан басталып, инертті газдардан аяқталады. Енді осы периодтық кестеде астында жоғары оксидтері және ұшқыш сутегі қосылыстары бар. Осы формулаларда Е деген әріптің орнына осы топтағы әр бір элемент атомдары орналастырылады. Сол кезде бізде өзінің белгілі бір формуласы шығады. Мысалы, бірінші топта литий. Литий 2О деген бізде жоғары оксид формуласы табылады. Енді осы периодтық кестеде түрлі түсті орналасқандар не деп ойлайтын шығарсыздар. Ең бірінші мына жерде қызғылт түсті бізде S элементтер болып табылады. Сары түстілер бізде P элементтер, ал көк түстілер бізде D элементтер болып табылады. Астыңғы жақ бетінде бізде F элементтер жасыл түспен көрсетілген. Енді осы периодтық кестеде бізде металдар, бейметалдар деген топтар бар, яғни бордан бастап астатқа дейін сызғанда ең бірінші, екінші топ жақ беттері бізде металдар, ал үстіңгі жақ беті бейметалдар болып табылады. Алюминий екідайлы элементтерге жатқызылады, яғни екідайлы дегеніміз бейметалдықта, металдықта қасиет көрсетеді. Кейіннен осы жаңағы F элементтер лантаноидтар, мына жерде лантаноидтар дегеніміз лантан элементінің қасиеттерін көрсетеді. Ал ар жақ бетінде актиноид, актиний элементтерінің қасиеттерімен ұқсас болғандықтан олар периодтық кестеге сыймады. Сол себепті осы периодтық кестенің ең астыңғы жақ бетіне орналастырған болатын. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіз.